Так, көрініп тұрмын ба? Бисмиллахиррахманиррахим деп. Бүгін біз творожной пирог пісіреміз. Бізге керегі 200 грамм сары май, 400 грамм ұн, 2 жұмыртқа. Көрдің ме жұмыртқа? 2 жұмыртқа мен 2 дана. 100 грамм қант. Біз не істейміз қазір? Бірінші сары майды саламыз үлкенірек ыдысқа. Бәрін өлшеп алдым. Оның үстіне қантты қосамыз. Вилканың көмегімен әбден қант ергенше түсіндіңдер ғой, араластырамыз. Мезгілеп отырмын. Әлі дайын болған жоқ. Осылай әбден қант пен сары майды араластырып езіп аламыз. Так, мен араластырып ездім. Енді бұның үстіне жаңағы 2 жұмыртқамызды қосамыз. Бұны да солай араластырамыз. Бір келкі масса болып шығу керек. Мұқият қарап отырыңдар. Өзімше блогер болып отыр мен. Не істеймін ақыры үйде ерігіп отырғанша, бір пайдалы іспен айналсай. Қолдаушыларым табылып қалар мен. Менің каналыма қош келдіңіздер деп. Бүгін алдарыңызда шеф-повар Чивонға өнер көрсетеді деп па? Енді қараңыздар. Мына жерде жаңақ 400 грамм ұнның үстіне разрыхлитель дейме? Қопсытқыш қазақшасы, осыдан міне 2 қасық қосамыз. Қатты толтырмаймыз қасығымыз, міне бұлай. Без горки дейді ғой, осылай аламыз. Қостық. Енді осыны әбден араластырамыз. Онымен бір келкі анаған сіну үшінші. Жақсы тесто болу үшін. Қамыр дейінші. Қазақша сөйлеп үйренейін. Каналымды қазақша жүргіз дейтіндер табылады ғой. Сол кезде подписчиктарын көбейет көрермендерін деп. Так, ендігі мәселе. Осы ұнды жаңағы әбден езбаған май, жұмыртқа, қантымыздың үстіне қосамыз. Міне, бәрін қостым. Енді бір келкі қылып қамыр елейміз, қыздар. Осы қамырдан 2 пирог шығарасыңдар. Мен бүгін творожной жасайын деп тұрмын екеуінде. Өйткені менде творог көп қалып қалмасын деп жатырмын. Ал сіздер, мысалы, біреуін сметаник болуға болады, біреуін шоколадный пирог істеулеріне болады, Короче, өздерің қарайсыңдар ғой. Міне.